Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін сіздермен жаңа жыл қарсаңында жасалатын имбирный пряниктердің рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге қызықты видео рецептермен бөлісемін. Ең алдымен кішкентай ыдысымызға шай қасықтың жартысынан тұз, сода, ұнтақталған корица, ұнтақталған имбирді қосып дайындап қоямыз. Ал енді жұмыртқамызды бөлек ыдысқа шағып алып, оған шекерімізді қосып, жақсылап әппақ көбік болғанша миксерлеп аламыз. Ал енді карамелімізді дайындаймыз. Түбі қалың, яғни түбі жабыспайтын қазанымызды жақсылап қыздырып аламыз. Кейін оны баяу отқа қойып, ішіне шекерімізді салып, шекердің ерігенін күтетін боламыз. Салған қантымыз ақырындап еріп жатыр. Жайлап силиконовый лопаткамен араластырамыз. Қазанның шетіне тигізбей араластырыңыздар. Қантымыз еріп бастады. Енді толыққанды ерігеннен кейін ыстық суымызды абайлап қосыңыздар. Міне көріп тұрғандарыңызда менде барлығы еріп болды. Енді ыстық суымызды қосқанда ол өте қатты бу шығарып және ол қайнайды. Осы кезде абай болыңыздар, күйіп қалмаңыздар. Себебі жан-жаққа шашырауы мүмкін. Сол себептен бір қолмен суды құйып, екінші қолмен араластырып отырыңыздар. Суымызды қосып болғаннан кейін видеоның басында араластырып қойған ұнтақтарымызды қосамыз. Осы сәтте де абай болыңыздар, сода реакция беруі мүмкін. Көпіріп, қайнап, осы сәтте де бір қолмен қосып, екінші қолмен араластырып тұрыңыздар. Ал енді газдың астын өшіреміз, ыстық карамельмен жұмыс жасаймыз. Бөлме температурасындағы еріп тұрған 85% сары майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде 85% болу керек. Одан төмен немесе маргарин болмайды. Майымызды қосып болғаннан кейін видеоның басында жұмыртқаны көпіртіп қойғанбыз. Соны да екі қолмен араластырып отырып, карамельге қосып, араластырып дайындап қоямыз. Бөлек үлкен ыдысқа ұнымызды құйып қоямыз. Ұнның үстіне жылы карамелімізді құйып, тек қана силиконовый лопаткамен араластырып отырамыз. Үстел үстіне басқа жерге ұн шашырамайды, тек қана сол ыдыстың ішінде ғана қамырды илейтін боламыз. Қамырымыздың басы біріккеннен кейін, оны алақаныңызға алып, дөңгелектеп көрсеңіз, ол алақанға жабыспау керек. Және шарик жасап, оны былай созғылап көруіңіз керек. Осы сәтте қамырымыз дайын болды деген сөз. Енді пакетке салып, холодильникке 8 сағатқа демалдырып қоямыз. Қамырымызды холодильниктен алғаннан кейін 1 сағат бөлме температурасында жылытып қоямыз. Кейін барып жұмыс жасайтын боламыз. Қамыр өте эластичный болғандықтан алақанға жабыспайды. Егер де сіздікі жабысып жатса, кішкене ұн қосып, соның көмегімен жайсаңыздар болады. Кейін қамырымызды жайған күйі пештің табасына пергамент қағазын орналастырып, қамырды соның үстіне қойып, пряниктерге арналған формамен басып алатын боламыз. Ал енді пряниктерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 7-8 минутта пісіріп аламыз. Пісіп дайын болған пряниктерімізді құрғақ контейнерде 6 айдан 1 жылға дейін сақтауға болады. Келесі видеода айсингпен қалай жұмыс жасау керектігін және пряниктерді қалай әсемдеп әрлейтінімді көрсететін боламын. Алда жүрсе сіздермен қоштасқанша. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаны Жанерке.